Ассаламу алейкум. Бізге бүгін осындай шақырту келіпті. Тәубе. Құрметті көрермен дейді. Демек, Тәубе дейтін фильмнің 8 қаңтарда тұсаукесеріне шақырыпты. Шақырған жандарға Алла разы болсын. Тәубе дегеніміз араб тілінде қайту, оралу деген мағынаны береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Күллу бани адамил хатта". Әрбір адам баласы дейді. Адам атаны тілге тиек етеді осы жерде, хадисте. Өйткені жәннатта жүріп атамыз адам қателескен. Содан тараған ұрпақ та қателесуші. Бірақ қателескендердің ең жақсысы, ең хайырлысы тәубе еткендер дейді. Хайырлы хаттаина тәуабун. Істеген күнәсіне өкіну және соны қайтадан жасамауға бел буу. Пайғамбар саллаллаху алейхи бір тәубеге қатысты бір қызық хадис айтады. Бір адам ен далада, ұшы қиыры жоқ ен далада келе жатып, азығы сусыны артылған түйесінен айырылып қалса дейді. Түйесі кетіп қалып, жалғыз қалып қойса, ағаштың түбінде ен далада үмітін үзіп жатқан кезде, әлгі түйесі қайтып келген кезде адам қалай қуанады? Өте қатты қуанады. Тіпті хадисте әлгі адам соншалықты қуанады, ол былай дейді: "Аллахума анта абди ва ана раббук". Я Алла, сен менің құлымсың, мен сенің Раббыңмын деп қателеседі. Яғни жүрегінің соншалықты қуанғанына тілі ілесе алмай қалады. Сөйтіп тілімен жаңалады. Аллаға сен менің құлымсың дейді. Мен сенің Раббыңмын дейді. Қараңыз, Алла тағала оның сондай қуанғанынан қателескен есепке алмайды. Алла тағала пендесінің тәубесіне әлгі адамның қуанышынан да артық қуанады дейді. Күнә жасаймыз. Алла тағала біздің күнәмізді жазаламай күтеді, пендем қашан тәубе етер екен деп. Біз күнә жасаған кезде күнәміздің Алла жазасын бірден бермейді. Жер бетіндегі барлық күнәні жасасаңыз да, күнәні қайталап жасасаңыз да, тәубенің есігі жан алқымға келгенше жабылмайды екен. Алла тағала бізді тәубе етуші құлдарынан етсін.